Pinterest, Instagram, TikToктағы видеоларды тез арада қалай көшіріп алуға болады? Ол үшін менің видеомды соңына дейін қарауды ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең бірінші Pinterestке кіріп, өзіңізге қажетті қандай тақырыпта видео іздейсіз, соны жазамыз. Мен мысалы футаж іздеймін, соны футаж деп жазамын. Өзіме қажеттісін таңдап тауып аламын. Мен тойға онлайн приложение жасау үшін осы жерден футаж деп іздеймін. Футаж дегеніміз қысқаша видео ғой, какой-то бірнеше секундтық видео. Соны сіз видеоның басында, соңында қосып қоюға болады. Мен мына футажды көшіру үшін 3 точканың қасына басу арқылы копировать ссылку деп көшіріп аламын. Енді сол көшіріп алған ссылканы Телеграмға кіріп save as bot деп жазамыз. Сол жерде көшіріп алған ссылкамызды вставить деп қоямыз. Ссылканы қойғаннан кейін сізге автоматически сол видеоны сізге көшіріп береді. Оны видеоны көшіріп алғаннан кейін точканы басу арқылы сохранить в галерею деп галереяңызға сақтап аласыз. Екінші тура осылай Инстаграмдағы видеоны немесе постты да тура осылай көшіріп алуға болады. Енді Инстаграмға кіреміз, өзімізге қажетті видеоны тауып аламыз. Ол видеоны да дәл осылай копировать ссылку деп ссылкасын көшіріп аламыз бірінші. Сол көшіріп алған ссылкаңызды қайтадан Телеграмға кіріп save as bot деп жазасыз. Сол кезде шығады сізге автоматически көшіріп беретін бот канал. Сол жерге ссылкаңызды вставить етіп қоясыз. Ссылканы қойғаннан кейін сізге автоматты түрде көшіріп береді. Оны галереяңызға сақтап аласыз. TikToктағы да видеоларды осылай сақтауға болады. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер сіз басқа әлеуметтік желілерден видео көшіріп ссылкасын қоятын болсаңыз, егер бұл канал көшіріп бере алмайтын болса, сразу астында шығады. Инстаграмдағы прямой эфир, история дегендерді көшірмейді бұл бот. Одан кейін Фейсбуктағы, Ютубтағы видеоларды көшірмейді, пока обработкада тұр деп шығып тұр. Достар, мен келесі сабақта видео приложениенің жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар.